Бауырды тазалаудың керемет әдісі бар. Баршаңызға сәлем. Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер де болады. Бұл кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезінде компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Кей жағдайда улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтануда әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек, семіздік және вирустық ауруларда бауырға зиян екенін ескеріңіз. Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Терде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністер мен жемістер мен қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, көктерден аскөк, асжапырақ, күнзе, ақжелкен, осылар бауырға өте пайдалы. Цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон. Жеміс-жидектерден алма, банан, құлпынай, інжір, осылар өте пайдалы. Сүт өнімдерінен йогурт, қаймақ, осылар пайдалы болып келеді. Көкөніс шырындары, сәбіз, қызылша және қияр бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 рет жарты стаканнан ішсеңіз, бауырыңыз тазарады. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинада көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Шөп шайларды айтатын болсақ, шайқурай, жалбыз жапырағы, ала тікен жидегі, салаубас көлі, бөрі қарақат тамыры, қайың жапырағы, итмұрын, осы аталған шөп тұнбалары өтті айдап бауырды тазалауға қабілетті. Су емі ванна мен саунада да денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңізге ойлағаннан да керемет болады. Күнделікті көбірек таза ауада серуендеңіз. Билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режим мен ұйқы. Жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді, қандағы майларды кетіреді және улы заттарды шығарады. Ерекше белсенділік түні сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді.
Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз. Кімге бауырды тазалауға болмайды? Жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба және жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және вирустық аурулар бар адамдарға бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Ендеше ауруды асқындырып алудан сақ болыңыздар. Сіздерге видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.